Сәлем достар, қалайларыңыз қалай? Бұл біліп жүр YouTube каналы. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге көрсетейін деп отырғаным Instagram аккаунтты қалай өшіреміз. Достар, мұқият тыңдап алыңыздар. Мұқият. Instagram аккаунтты қалай өшіреміз? Сосын өшіргеннен кейін оны қалпына қалай келтіреміз? Сол жөнінде сіздерге көрсететін боламын, достар. Осы видео сіздерге ұзақтау болып кетуі мүмкін. Себебі мен сіздерге түсіндіру мақсатында сөзім көп болып кетуі мүмкін. Видеоларымда комментарийға осы Instagram аккаунтты қалай өшіруге болады, оны өшіргеннен кейін қалай қайтадан қалпына келтіремін деген сұрақтар көп келіп түсуде. Соған байланысты мен сіздерге осы видеоны қайтадан түсіруді ұйғардым. Мен сіздерге енді көрсетуді бастайын. Мұқият қараңыздар, сіздерге айтарым сол, мұқият қарап алыңыздар. Достар, міне өздеріңіздің аккаунт бөлім жағына өтесіздер. Өтпес бұрын бірінші сіздер мұқият тыңдап алыңыздар, жарай ма? Өздеріңіздің Instagram аккаунттарыңызды осылай тұруы мүмкін, білулеріңіз мүмкін, осылай. Мысалы, менің Instagram аккаунтым Айболат Имаш деп тұр, Имаш. Мен Instagram аккаунтымды білем, бірақ паролін білмесем, менің қандай номерге ашылғанын білмесем, оны мен қалай өшіремін, не болмаса қалай қайтадан мен қалпына келтіремін. Егерде мен өзімнің Instagram аккаунтым паролін білмесем, қандай номерге ашылғанын білмесем, мен оны қалай өшіруге немесе қалай қайтадан қалпына келтіруге болады? Сұрақты. Бірінші соны өздеріңізге қойып көріңіздер, сол сұрақты. Мен хакер емеспін. Біреудің жаңағындай аккаунтын взлом жасап, бұзып кіріп өшіріп тастайтын немесе қайтадан қалпына келтіріп беретін. Мен өздеріңіз сияқты жай ғана адаммын, өзімнің білгеніммен сіздерге бөліскелі отырмын. Сондықтан да сұрақты қоймас бұрын бірінші сол сұрақты өздеріңізге қойып, ойланып көріңіздер. Сол себептен осы видеоны мұқият қарап алыңыздар, достар. Пароль, Instagram аккаунтыңыздың паролін білмесеңіз, қандай номерге ашылғанын білмесеңіз, оны өкінішке орай өшіре алмайсыз. Біріншіден, екіншіден қайтадан қалпына келтіре алмайсыз. Бұл Instagram аккаунтыңыз Google Chrome приложениесімен екеуі бір-біріне байланысу керек. Сол кезде ғана сіз өшіре аласыз. Ал тек сіздің аккаунтыңыз осы Instagramда тұрып Google Chromeға байланбаған болса, екеуі бір-біріне жалғанған болмаса, онда сіз өкінішке орай оны өшіре алмайсыз. Паролін білмесеңіз, қандай номерге ашылғанын білмесеңіз. Ал егер де паролін білсеңіз, қандай номерге ашылғанын білсеңіз, Google Chrome арқылы өшіруге болады, достар. Осыны жақсылап тыңдап алыңыздар, мұқият қараңыздар. Арғай іске көшейік. Оң жақ жоғары жақтағы 3 сызықшаны басасыздар. Одан кейін баптау бөліміне өтесіздер. Баптау дегенде түсінбей жүрсіздер ма? Баптау деген мұны настройка ғой, қазақшасы баптау дейді. Баптаулар. Настройка бөліміне өтесіздер. Одан кейін мына жерде справка деген тұр. Справканы басқаннан кейін мына жерде справочный центр деп тұр. Міне осы қазір міне Google Chromeға өткізді бізді, Енді бұл жерде сіздер как удалить Instagram аккаунт дегенде таба алмайсыздар. Мына іздеу бөліміне чем мы помочь дейді. Біз сізге қандай көмек көрсете аламыз дейді. Осы жерге енді жазасыз, жаңағыдай удалить Instagram аккаунт дегенде, мысалы, как удалить деп жазыңыздар. Как удалить. Міне как удалить свой Instagram аккаунт дегенде басасыздар. Одан кейін мына жерде сәл төмен түсірсеңіздер, удалить аккаунт деп тұр. Осыны басасыздар. Бұған мән бермеңіздер. Мен Instagram екі аккаунт бар. Сол себептен 2 Instagram бар менде. Бұған мән бермеңіздер. Өздеріңіздің Instagram аккаунтыңыз қай жағында тұр, соны басасыздар. Міне көрдіңіздер ма, менікі мына жерде сұрап тұр, переключить дейді, аккаунты дейді. Мен жарайды деймін, продолжить деймін. Осылай Google Chrome'ның код безопасности дейді. Мен осындайға қойып қойғанмын, маған
қазір смс келу керек. Міне подтвердить деп кірем. Міне мына жерде сұрап тұр, қандай себеппен сіз өшірейін деп жатқаныңызды, хочу удалить что-то или может басқасы деп другой деп жіберсеңіздер. Мына жерде көрдіңіздер ме, пароль сұрап тұр. Пароль сұрап тұр. Бұл жерде менің айтып отырмын, Instagram, Google Chrome'да менің Instagram аккаунтымның паролі, аккаунты бәрі жалғанған, сақталған. Сол себепте мына жерде дайын. Айболат Имаш деп тұрғанда баса салам. Пароль міне кетті. Енді аккаунтымда міне көк жазулы тұр ғой, удалить аккаунт Айболат Имаш дегенде. Міне сіз сенімдісіз бе осы аккаунтты өшірейін деп жатқаныңызға дейді. Мен иә деп қазір. Міне көрдіңіздер ма? Енді сіздің аккаунтыңыз дейді июньнің 29 күні өшіріліп қалады. Июньнің 29 күні аккаунтым мүлде жойылып кетеді. Ал оған дейін июньнің 29-на дейін менің аккаунтымды қайтадан қалпына келтіріп алуға болады. Түсініп отырсыздар ма? Енді аккаунтымды өшірдім. 29-на дейін күтем. Осы аккаунтқа мүлде кірмеймін. Мен сол кезде менің аккаунтым өшіріледі. Ал егерде қайтадан қалпына келтіріп алу үшін ол ешқандай да қиын емес. Осы барлығынан шығып кетем де Instagram аккаунтыма барам. Мына ошибка деп тұр. Қайтадан мына жерден добавить аккаунтқа бара салам. Войти деймін. Войти. Сохранить аккаунт. Міне осылай кіріп кетуге болады. Қайтадан қалпына келтіру үшін. Келтіріп отырудың қажеті жоқ. Өшірдім ба, өшіргеннен кейін қайтадан лебі кірмей-ақ қой. Өзі сол жаңа айтқан күні өшіріледі. Или қайтадан қалпына келтіріп алып, сол момент өшіріп тастап, маған бұл Instagram аккаунты керек десеңіз, сол өздері айтқан күнге дейін сіз қайтадан қалпына келтіріп алуға болады. Міне осы достар, сіздерге ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, білмеген сұрақтарыңыз болса тағы осылай сұрай отырыңыздар. Барынша уақытым болған кезде сіздерге жауап беретін боламын. Осы міне аман болайық, сау болайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.